негізі бар ғой. Шынымен стресс адамның денсаулығын бұзғандығы сонша, ол біріншіден жай өлімге алып баратын ауруларға душар қылады. Тіпті керек болса қант диабеті, гипертония, яғни давлениенің қан қысымының көтерілуі, ал енді одан да жоғары айтсақ, тіпті рак дейміз ғой, обыр кеселдігіне де шалдығатындай дәрежесі болады. Стресстің өйткені хронический стресс адамды сондай тіпті обыр дәрежесіне дейін алып барады. Ал ол енді жалпы денсаулықтың соншалық сыр беруі болса, адамның өмірінде бұзып тастайды. Одан бөлек расында да сол стресстің себебіне адамдар өз-өзіне қол да салады. Сондықтан яғни стресс өлтіру адамды мүмкін ба десе, егер оны дұрыс қолға алмаса, егер оны адам игеруді үйренбесе, расында да бұл адамның өмірін қиятындай дәрежеге алып барады. Өйткені стресс деген сөздің мағынасы да өзі енді былай алып келсек, ғылыми түрде адамның басына келіп жатқан түрлі уақиға, түрлі жағдайларға адам денесінің адаптация болуы деп айтылады. Яғни түрлі нәрселерге адамның денесінде неше түрлі гормондар өзгеріп, соған эмоция қолданғанның себебінен гормондары, басқасы, ойы шашырап, тіпті ол нәрселер денсаулығына әсер етеді.